Бүгін біз 25 жылдан кейін қайта жаңарған облысымыздың ең биік наградасы Абай облысының құрметті азаматы атағын табыстау үшін бас қосып отырмыз. Бұл елге ағадал қызмет жасаған, құрметке бөленген, халықтың алғысы мен батасын алған жерлестерімізге арналған мәртебелі атақ. Әрине 25 жылда ел құрметіне бөленсе де атақ ала алмай өткен талай жерлестеріміз бүгінгі күнде ортамызда жоқ. Бірақ олардың көзін көрген замандастары, асыл ағаларымыз жанымызда. Сондықтан бүгінгі құрметті де бір жағы сол аманатты орындау белгісі деп қабылдаңыздар.